Қазақстанда 2011 жылдан бастап сол сіздің жаңағы айтқан орталықта, ұлттық ғылыми медициналық орталығында, балалар кардиохирургиясында сол жер қызмет атқарам. Жылына мыңдаған жуық балаға операция жасаймыз, 2000-ға жуық балаға консультация жасаймыз. Осы барлығын қосқанда примерно 3000-4000 балаға біз көмек көрсетеміз. Оның ішіндегі күрделі порогтар где-то 100-ден астам балаға біз күрделі және жаңа сізге айтып өттім ғой, синий порогтар деген, сол где-то 100-ден астам бала. Себебі біз қасымыздағы көрші елдерге алатын болсақ, олардың дәрежелері мына балалар кардиохирургиясымен салыстырғанда біз осыдан 10 жыл, 15 жыл жасап жүрген операцияларды олар енді өздеріне енгізіп жатыр. Біз аз уақыттың ішінде көршілес мемлекеттерден озып алға шықтық деуге болады әбден.